Ана Қашаған, Қарашығанақ, Теңіз жобаларын айтпаған уақытта көптеген үлкен жобаларды іске асырайын деп жатырмыз. Солардың бір мына Атыраудағы газохимия, мұнай химия саласындағы зауыттар. Енді қызықты қараңыз. Біздің кәсіпкерлер жылап жүр. Себебі олардың өнімін өткізе алмайды жаңа жобаларға. Неге? Себебі олар баға жағынан бәсекелі емес. Өйткені Қытайдың компаниялары біріншіден өздерінде үкіметтен жеңіл несие алады 3%-ға дейін. Оларға біздің үкіметтен преференциялар берілген, бағаға келген уақытта 20% біздер көтіліп жатыр. Өзіміздің Атырауда, Маңғыстауда және басқа да қалаларда шығаратын өнімдер ол заводтарға берілмейді. Ала алмайды. Себебі бағасы қымбат. Сырттан келетінге. Парадокс мынау деген. Министрлік қайда қарап отырсыңдар сіздер? Неге жасамайсыңдар оның бәрін? Үкіметтің шешімін шығарыңдар. Спецпостановление шығарыңдар. Жергілікті өнімдерді қолдау жөнінде арнайы кәдімгі белден басып отырып жасау керек. Себебі ол жердегі үлкен жаңағы үлес біздің Қазмұнайгазда, Қазақгазда ғой. Ұлттық компаниялар соларды ірі жобаларға ақша салып отыр ғой. А неге біздер оны сырттан келетін тауарларға беріп қойғанбыз бәрін? Бизнеске көмектесу керек. Жаңа айтып отырмын, қасымыздағы көршіміз Қытайда жеңіл несие береді, өздерінің тауарларын шығаруға үлкен мемлекет субсидия көмектер жасап отыр. Біріншіден біздің бизнеске жеңіл несие керек. Ана БРК арқылы өздеріңіз үлкен компанияларға несие бермеңіздер. Орта және кіші бизнеске беру керек. Екіншіден, салық жеңілдету керек. Одан сайын. Үшінші, кедендік алымдарды оларға сырттан жаңа технология алып келетін болса, завод салуға, станоктар әкелетін болса, ЧПУ-мен. Оларға біздер нөл қоюымыз керек. Алып келсін елге технологияны, жоғары технологияны. Жасасын мың жерде подшипникті, жасасын мың жерде насосты. Тағы бір мәселе бар, сертификаттар. Өздеріңіз білесіңдер, IP басқа жаңа, американский, европейский. Бір сертификат $200,000 тұрады. Жаңадан аяғынан көтеріліп кеткен кәсіпкер, ол $200,000 қайдан төлейді? Үкімет соған ақша берсін. Көмектесін бизнесмендерге. Технологияны әкелді ма, жаңағы импорттық тауарды жасай ма, сертификатты алу керек пе? Себебі ТШО сондай талап қояды, КПО сондай талап қояды, институты сондай талап қояды. Сендер сертификатты көмектесіңдер. Беріңдер қолына. Меден бюджетке салайық. Оның еще жыл сайын ұстап отырған тағы ақшасы бар. Бизнесті көтереміз дейсіңдер, машинистен көтереміз дейсіңдер, ешқандай жағдай жасамайсыңдар, қалай көтересіңдер?